Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ұйғыр елінің лагманын жасайтын боламыз. Ең алдымен біз мариновкасыз осылай етті қуырып, майға қуыратын боламыз. Және де специяларын сразу қосып бастаймыз. Қуырылған етке 1 чайны ложка қант қосамыз. Сол кезде жақсы сочность береді. Және де жеміс көкөністердің барлығын алдын ала осылайынан турап дайындап қоямыз. Ненің неден кейін қосатынын алдағы видеоларда көрсететін боламын. Ең алдымен осындай қуырылып жатқан етке помидорды және де болгарский перецті, чеснокпен және де томатный паста, сосын соя қосып, барлығын баяу отта қуыратын боламыз. Ең бастысы су қоспаймыз. Және де пекинский капуста болса, корейский капуста болса, қандай болса да, сіздер осылай қоссаңыздар болады. Болмаса редкі қоссаңыздар болады. Содан кейін сәбізін жуасын рет-ретпен қосатын боламыз. Содан кейін барып қана суды қосатын боламыз. Келесі кезекте біз қамырын дайындайтын боламыз. Мен аз адамға дайындағандықтан осындай аз мөлшерде салдым. Тұзын, жұмыртқасын және де шемішке майды қосатын боламыз. Бұл қамырдың тестісіне және де қатты қып илейміз. Ол иленген қамырды біз арнайы пакетке салып қоямыз. Сол кезде жарты сағатта жұмсақ болып, әдемі қолға жақсы иленіп тұрады. Және де біз қазанымызға осындай картошкасын, перецті және де кабачок болды. Менде болмаса редкі қоссаңыздар болады. Қамырымызды өстіп орташа қылып жайып алып, және де ұзынша етіп тура боламыз. Себебі дөңгелетуге қолымызға ыңғайлы болу үшін. Қамырды бір жағымызға ысырып, өзіміздің жұмыс орнымызды дайындап аламыз осылай. Және де дайындалатын қамырға шамалы май сеуіп, сіздерде қолмен жақсаңыздар да болады. Осылайынан дөңгелетіп, қолдың көмегімен осылайша дөңгелетіп отырып жасайтын боламыз.